Фаниль Рафик пен Қуат Хамитов келісім болды ма? Қашан болатын болса? Енді ол жауынгерлер кеше ғана тек бір-біріне жекпе-жекке шақыру тастап, одан кейін мен Фанильмен де сөйлестім, Қуатпен де сөйлестім. Қуат қарсы емес. Ол жекпе-жек туралы қазір енді анық айтатын ештеңе жоқ, бірақ әңгімелесу, кездесу болып жатыр. Ол жекпе-жекті жоспарда бар. Сондықтан әрі қарай өзіміздің парақшамыздан және басқа да NFC-дің айналасындағы ресурстардан көресіңдер. Жалпы жекпе-жекке ой бар. Соған жұмыстанып жатыр. Жанкүйерлердің қоятын сұрағы бұл. Сол жекпе-жекті өткізуге жұмыстанып жатыр. Бізде трэш-ток жасайтын сарбаздарды ұнатпай ма? Қабылдай алмай жатқан сияқты. Жоқ, біздерде енді жалпы біздің менталитет дейді ғой. Соған келетін болсақ, бәрі сабырлы болғысы келеді. Бірақ біздің ата-бабаларымызды қарайтын болсаң, батырларымызды қарайтын болсаң, әрқайсысы сөзге шешен болған ғой. Үндемей отырмаған дұрыс па? Айтыспен жеткізген. Бұл трэш-ток егер сенің дініңді, жанұяңды және де өзінің жеке личность есебінде сен тигізбейтін болса саған, егер жаңа артық кетпейтін болса, әдемілетіп сені шақырған болса жекпе-жекке, одан не жаман деп ойлаймын, ешқандай жаман жоқ. Бұл өте жақсы нәрсе, жекпе-жекті жұртқа, халыққа қызықтыратын нәрсе. Сондықтан бұл нәрсемен айналыса беруге болады деп есептеймін. Бірақ үш мәселе бар да ол жерде. Өзінің сол баланың жанұясына, ұлтына және дініне тіл тигізбеу керек та адам. Менің ойымша. Егер тіл тигізе ме, ол қиын мәселе да. Ол жерде уже жеке кетеді да. Сондықтан әртүрлі мәселелерді айта беруге болады. Жанкүйерлерге ұнамай қалған жаңа политиксің деген сияқты, сол жерлер ұнамай қалған сияқты. Енді ол жеке Фанильдің өзінің ойы, өзінің әңгімесі. Менде енді жанкүйерлерге енді былай ала кететін болсақ, соңына дейін ешіне ұнамайды ғой. Бүгін сен ұтасың, сен жақсысың, ертең ұтылып қаласың, сен жамансың. Біздер енді барынша солармен бірге жұмыс, олардың арасында да әртүрлі адамдар бар ғой. Бірақ түсінетін адам түсінгенін жазады. Енді барымызша сол жанкүйерлерге мықты шоу, сапалы жекпе-жек жасауға жұмыстанамыз.